Сізге естіп тұр ма? Талап қойшы. Күлбаев, естіп тұр ма? Саламатсыз ба? Так, сотпен талап қойшы Күлбаев Ерғали Нариманович, жауапкер Түркістан және Шымкент қаласы бойынша құрылған қоғамдық байқау комиссиясының жетекшісінің іс-әрекетіне даулау туралы талап арызы бойынша алдын ала сот отырысы бейне жазба арқылы сот отырысы қарауда. Хатшы баяндаңыз келгендерді. Так, талап қойшы Күлбаев, сіздің аты жөніңіз, туған жылыңыз, біліміңіз, кім болып қақта жұмыс істейсіз? Айта беріңіз. Аты жөнім Күлбаев Ерғали Нариманович, 1986 жылы Омск қаласының облысы Бәйдібек ауданында туылғанмын. Жоғары білімдімін. Қазіргі таңда Шымкент қаласы. Мынау қоғамдық қорда жұмыс істеймін. Мынау фондта жұмыс істеймін, қоғамдық ұйымда. Қазіргі таңда Шымкент қаласы Тұран ауданы микрорайон Қазғұрт Нұрлы 36-шы үйдің тұрғынымын. Түсінікті. Так, жауапкер, сіздің аты жөніңіз, туған жылыңыз, біліміңіз, кім хақта жұмыс істейсіз? Айта беріңіз. Күлбаев Әсет Бақтиярович, 1986 жылы туған. Негізі өзім Оңтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік университеттің аға оқытушысымын. Дәл қазір 4-ші микрорайон 30-ші 4-ші квартирада тұрып. Түсінікті. Так, соттың құрамында судья Капарбекова хатшылықта орынбасар. Соттың құрамына сенесіз ба, талап қойшы, жауапкер? Сенем. Сенесіз ба? Сот сізге құқықтарын таныстырады, іспен танысуға болатын, тараптарға сұрақ қоюға, қосымша талапты қосымша арыз беруге, шешіммен юғарымен қаулыға шағым келтіруге және басқа да азаматтық процессуалдық кодекспен көзделген құқықтарыңызбен пайдалануға болатын жөнінде сот сізге түсіндіреді. Түсінікті ме сізге құқықтарыңыз? Талап қойшы, жауапкер. Так, талап қойшының өкілі тарабынан талап арыз берген болатын. Талап арызда талап қойшы жауапкердің, яғни ұсынылған адамдардың қоғамдық байқау комиссиясының құрамына кіргізуге мәжбүрлеуді немесе қоғамдық байқаудан құрамына кіргізуге бас тарту талаптарын талаптарға сәйкес заңның уәждеуге міндеттеуді сұраймын деп қойып талап қойшы. Дұрыс па? Дұрыс. Сіз қазір міндеттеу туралы сұрап жатсыз ғой, да? Сол талап қоюдың шеңберінде ғой, талап қою арызына сәйкес. Бұл жерде сіз ұйғарымды алдыңыз ба? Сотпен ұйғарым шықты ғой 28 сәуір күні. Жоқ, алмадым. Сізде тұр ғой, көріңізші базада қазір тұр. Бұл ұйғарымда сот көрсетіп жатыр талап қойшыға. Талап қойшы әкімшілік процессуалдық кодекстің 131 бабына сәйкес бұл жерде жазып қойған сіз талаптарды, талап арызды осы әкімшілік процессуалдық кодексте көзделген талаптарға сәйкес нақтылау жөнінде. Және сот сізге түсіндіріп жатыр. Бұл осы сотта әкімшілік процессуалдық кодекспен көзделгенде бұл жерде жариялы құқықтық даулар қаралатын жөнінде. Сіз жерде көрсеткен болатын. Сот сізге мерзім берген болатын. Сот 12 мамырға дейін талабыңызды нақтылаңыз деген. Дұрыс па? Мен хабарлама келген жоқпын ешқандай. 14-ші, Хабарлама алған жоқпын мен ешқандай. Нөміріме ешкім хабарласқан жоқ. Сізге хатшы хабарлады ғой. Хатшы сындады ма сізге? Жоқ, ол туралы ештеңе айтқан жоқпын. Хорошо, қазір таңда талап қойшы бұл жерде сотта, яғни осы сотта әкімшілік процессуалдық кодекске сәйкес жаңағыдай даулар қаралады. Яғни бұл жерде жариялы құқықтық даулар қаралады. Ол яғни жауапкер мемлекеттік орган болатын болса, мысалы да, жалпы былай тілмен айтқанда. Енді сізге сұрақ, мына осы Түркістан және Шымкент қаласы бойынша құрылған қоғамдық байқау комиссиясы. Бұл қандай мекеме бұл? Бұл мекеме емес, бұл жаңағы түрмелерді бақылайтын, жалпы қылмыстық атқару кодексінің 33-ші бабына сәйкес құрылатын ерікті азаматтардан, бұл яғни лауазымды тұлғалардың санатына теңестірілген не болып табылады, санат болып табылады, деңгейі. Өйткені бұл ерікті азаматтардан құрылады, немесе қоғамдық ұйымдардан құрылады.
яғни бұл лауазымды адамға теңестірілген РПК-ға сәйкес, жаңағы әкімшілік рәсімдік процесс кодекске сәйкес лауазымды адам тұлғалардың қатарына жатады. Сіз сөйтіп ойлайсыз, дұрыс па? Яғни Ойлағанда заңда солай түсінік берілген, иә. Заңда сөйтіп көрсетілген, иә. Так, басқа, яғни сіз талап арызыңызды қолдайсыз, и осы көрсетілген лауазымды адамдар ретінде жаңағыдай осы жерде әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекске сәйкес осы сотта қаралып жатады деп ойлап тұрсыз, дұрыс па? Сіз ойлауға жатады емес, біз бірнеше заңгерлермен ол жайын қарасқанбыз, себебі осы лауазымға сәйкес келеді ол, өйткені мысалы жеке сот орындаушылар сияқты бұл кісілерді заңды тұлға болмағанымен лауазымды тұлғалар есебіне жатады. Өйткені бүкіл осы Түркістан Шымкент қаласы бойынша түрмелерді бақылайтын қоғамдық комиссияның жетекшісі былай қоғамдық қызмет сияқты болып көрінгенімен, мысалы депутаттарда қоғамдық қызмет қой, бірақ лауазымды тұлғаға теңестірілген оларда. Мысалы мемлекеттен айлық алмайды. Сол сияқты бұл кісілерде лауазымды тұлға ретінде қарастыруыңызды сұраймын, және заңда ол нақтыланған, көрсетілген. Түсінікті. Так, жауапкер, осы қазір сіз Арқабаев, да, сіз баш жетекшісі дұрыс па комиссияның? Бұл қандай жаңағыдай не болып тіркелген, бұл қандай комиссия бұл өзі? Естімас сізге талап бойынша? Қаттырақ сөйлемесе естілмей жатыр. Құрметті сот, мен пікірімде екінші пунктті көрсеткен. Қоғамдық байқау комиссиясы мемлекеттік орган болып табылмайды, және Қазақстан Республикасы қылмыстық атқару кодексінің 33 бабы негізінде тіпті заңды тұлғада болып табылмайды. Ал қоғамдық байқау комиссиясы өз қызметін Қазақстан Республикасы атқару кодексінің 8-ші тарауына сәйкес ерікті негізде жүзеге асырады. Сондықтан қоғамдық байқау комиссиясы бұл талап бойынша тиісті жауапкер болып табылмайды. Біз мекемеміз, біз комиссиямыз ғой жалпы. Біз общественный ұйымда емеспіз да, ондай статусымыз жоқ біздің. Юридически заңды тұлғада емеспіз біз. Біз адамдар немесе азаматтар немесе ұйымдардың өзара келісу арқылы құрылатын ерікті адамдардың жиналысы ғой, былайша айтқан кезде. Бізде ондай ешқандай статус жоқ, бізде не де жоқ, былайша айтқан кезде устав та жоқ. Устав біздің УИК-та көрсетілген 8-ші тараудағы біздің жұмысымыз сол жерде толығымен реттелген. Сол бойынша жұмыс істейміз. Біздің бұл жаңағы талапкердің айту бойынша біз неміз бұл жаңағы бізді мемлекеттік органға немесе лауазымды адамдардың қатарына қосқысы келеді, бірақ ол мүмкін емес. Өйткені біз коллегиалдық құрылымбыз, коллегиалдық жиналыспыз. Яғни барлық шешімдер бізде дауыс беру арқылы, көпшілік дауыс беру арқылы ғана шешіледі. Сол себепті бұл жерде бұл кісі менің атыма тікелей жеке жазып отыр. Бұл жерде мен өзім жеке ешқандай шешім қабылдамаймын. Сол себепті мен де бұл неде талапта мен де өзім ненадлежащий ответчик болып тұрмын. Сіздер, мысалы, сонда получается, қоғамдық бірлестіктің мүшелері қабылдайсыздар тұрсыздар? Қабылдауымызға құқығымыз бар, бірақ міндетті емеспіз. Сіздер қандай жаңағыда немен заңда нормалармен жұмыс істейсіздер? 8-ші тарау, қылмыстық атқару кодексінің 8-ші тарауына сәйкес 33-ші және 38-ші баптардың аралығында. Сонда үйім бар ма сонда сіздерде? Қай нормалармен заңмен көзделген сіздер құқықтарыңыз? Сол 8-ші тарау бойынша, УИК бойынша бар. Негізі біздің жұмысымыз сол УИК қой. Қылмыстық атқару кодексінің 8-ші тарауы бойынша. Сіздердің полномочияларыңызға не рет Полномочияларға негізі мынандай ғой, біз егерде 32-ші бапты көрсек, сол жерде біздің полномочиямыз көрсетілген, біз заключенныйлар дейміз ғой, яғни сотталғандардың құқықтарын қорғау, және де сол не дейді, по содержанию, қазақша жеткізіп сәл қиындау болады да. Тұтан, сіз қазір уголовный исполнительный кодекске сайтысын жасамасыз дейме, да? Уголовный исполнительный кодекске, да? Қай бапты айтып жатырсыз? Мен 32-ші бапты айтатым, және 33-ші бапты айтып жатырмын. Бірақ біздің неміз, қызметіміз 33-ші баптан 38-ші бапқа дейін толығымен көрсетілген.
общественно-наблюдательная комиссия, да? дұрыс, ОНК дейміз. Образуются по инициативе граждан и общественное объединение. Дәл өзі. Заңды тұлға болып табылмаймыз. Яғни қазір таңда осы кодексте көзделгендей комиссия ретінде құрылатын мекеме, да? Хаттама негізінде. Ұйым, дұрыс па? Хаттама негізінде бұл құрылатын жаңағыдай комиссия, да? Ол хаттаманы біз департамент бар ғой, уголовно-исполнительный системаның департаментіне тапсырамыз. Сол хаттаманы тапсырған моменттен бастап, яғни біздің комиссия құрылды деп саналады. Так, отыра беріңіз. Талап қойшы. Қазір мәселе көтеріліп жатыр, мен қазір сізге түсіндіріп бердім. Бұл жерде қазір сот бір сұрақты көтеріп жатыр, себебі бұл жауапкерді көрсеткен, яғни сіз көрсетіп жатсыз, комиссия жетекшісі Арқабаевты Әсетті міндеттеу туралы. Бұл талапқа қатысты, сіздің талабыңызға қатысты талап арызыңызды көрсетілген мәселені жариялық құқықта даулар болып табылмайтын жөнінде мәселе, себебі қазір таңда жауапкер көрсеткендей, сізде өзіңіз айтып жатсыз, қазір сілтеме жасап жатсыз осы кодекске, бұл қоғамдық ұйым деп көрсетіп жатсыздар ғой, яғни лауазымды адамдар жөнінде түсінікті, ол жаңағы сот орындаушыға жаңағыдай теңестіріп жатсыз ғой. Бұл жерде әкімшілік процессуалдық кодексте өзінің нормалары көрсетілген, қай жаңағыдай қандай талаптар, қандай жаңағыда требованияны қойылатын жөнінде, қандай жауапкер ретінде қандай мекемелер табылатын жөнінде. Бұл жерде яғни әкімшілік мемлекеттік әкімшілік орган болып ол деген болу керек. Себебі хорошо, сіз сот орындаушының басқа деп көрсетіп жатсыз ғой, нормаларны. 4-ші бапты көрсетіп жатсыз ғой, әкімшілік процессуалдық көрсетілген. Басқа да ұйымдар, бірақ мемлекеттік, әкімшілік актіні шығаратын, әкімшілік жаңағыдай совершивших адым усмотрение жасайтындар, немесе әкімшілік жаңағыдай іс-әрекеттер жасалатын, сол мекемелер болып табылады бұл жерде. Сол себеппен қазір мәселе көтеріліп жатыр. Осы істі арғарай жаңағыдай қарауға қарамау жөнінде бұл әкімшілік жаңағыдай кодекспен көзделген іске қарамайтын мәселе болып көтеріліп жатыр. Жаңа сізге түсіндірген болатын, осы іске қатысты жауапкер ретінде қазір көрсетіп жатсыз ғой. Бұл ұйым дейсіз ба, жаңағыдай лауазымды тұлға деп көрсетіп жатсыз, дұрыс па, мен сіз түсінген бойынша? Сіздің пікіріңіз бойынша, сіз бұл жерге осы сотта қаралып жатады деп ойлап тұрсыз ба, жоқ, келіспейсіз ба, келісесіз ба? Жоқ, құрметті сот, әрине бұл соттың қарауына жатады. Мен бұл туралы қылмыстық атқару жүйесі департаментіне де басшылығына Жұмағұловқа 2 рет хат жаздым. Ол екеуінде де ол жауап берді. Ол қылмыс жаңағы осы қоғамдық комиссияның Әсет Арқабаев жетекшілік ететін жұмысына біз араласа алмаймыз деді. Өйткені ол ерікті негізде құрылған қоғамдық ұйым. Мен әрине, егерде осы жаңағы қылмыстық атқару жүйесі департаменті жауаптылықты, осы жауапкершілікті мойнына алатын болса, мен сол кісілерді шақыртатын едім. Сол кісілерге талап арызды сол кісілерге қоятын едім, мен. Өйткені олар бұл ерікті негізде құрылған, біздің заңымыз демократиялық принциптерге сай, біздің мынау түрмелерді жаңағы жергілікті халықтың өз-өзін басқару тәртібіне сәйкес құрылған қоғамдық комиссия болғандықтан, мен қоғамдық комиссияны жауапкершілікке тартуды сұрап отырмын сіздерден. Олардың яғни шешімдерін олар сотқа беруге жатпайды деп жаңағы қысқа шегелеп қайтарғандар, жаңағы біздің әрекетіміз біз өзіміз білеміз, не істесек те бізде жауапкершілік жоқ деген сияқты сыңайдағы олардың жауаптары біздің наразылығымызды туғызып отыр. Кім жауапты болып табылады, өзіңіз ойлап қараңызшы. Мысалы, куш жауап бермесе, қоғамдық комиссия жауап бермесе, біз қайда барамыз, қайда барып шағымданамыз мысалы. Соттың өзі жаңағы жауапкершілікті артқысы келмесе, ол азаматтарға енді кінәлі біреу болу керек қой, жауап беретін біреу. Сол мәселе, өйткені бізге қоғамдық ұйым болғандықтан арыз шағымдар көп түседі. Біз қайда барып мысалы шағым жасаймыз олардың үстіне, мысалы болмаса бізде сол ұйымда кіргіміз келеді, жұмыс жасағымыз келеді. Мысалы Әсет Арқабаев жетекшілік ететін қоғамдық комиссия, офистері жоқ, жаңа тұрақты парақшалары жоқ, яғни жұмыс жасап жатқан жоқ. Жаңағы президенттің несі бар, түрмедегі жаңағы түнек
түрмелерді жаңағы сейілту туралы, түрмеде жаңағы соқырлық деген алып тастау туралы ашықтық, жариялық, мысалы сол мақсатқа сәйкес әділетті Қазақстан, жаңа Қазақстан деп жатыр. Енді сол біз қоғамдық ұйымдар, бізде кеңсеміз бар, тұрақты жаңағы нөміріміз бар, жұмыс жасайық, бізді құрамдарыңызға алыңыздар. Естілмей жатыр ма? Енді естіп жатыр. Сотқа дейінгі реттеу туралы біз бірнеше мәрте хат жаздық. Жаңағы олар жаңағы бір-біріне жауапкершілік алғысы келіп отқан жоқ. Енді жауапкершілікті алатын біреу болу керек қой, енді ол лауазымды тұлға болсын, мекеме болсын. Мен сізді естідім, талап қоюшы. Біріншіден, ол жауапкершілік алу, алмау емес сот деген бұл жерде. Сот деген жаңағы мен сізді түсініп жатырмын, біз қайқа барамыз деп жатырсыз қазір. Ол жауапкершілік мәселе қаралады, қаралмайды. Бұл жерде қазір таңда сотпен даулар қарайды. Сотпен осы бұл жерде әр соттың жаңағыдай бізде соттылық бар. Соттылық деген азаматтық соттылығы, немесе әкімшілік соттылығы, немесе қылмыстық соттылығы бар бізде. 3 жаңағыдай направление бар. Қазақстанда сіз қазір беріп жатқан осы әкімшілік рәсім процессуалдық кодекспен көзделген жаңағыдай істер бұл жерде қаралады. Яғни бұл жерде әкімшілік соттылығымен қарайтын істер қаралады. Ол жаңағыдай түсіндірген мемлекеттік органдардың, лауазымды адамдардың, жаңағы мемлекеттік органды, это понимается жаңағы мемлекеттік органның лауазымды адамдар, жеке сот орындаушыларға қатысты және ол жерде өз нормалары көрсетілген 4-ші бапты, ақыры сіз оқып отыр екенсіз ғой, әкімшілік рәсім процессуалдық кодексте 4-ші бабында көрсетілген. Ал екінші мәселе, мысалы айтып отырсыз ғой, қайқа барамыз деп отырсыз. Екіншіден азаматтық соттылығы бар. Ол азаматтық соттылығы бізде жаңағыдай осы егер Шымкентте қаралатын болса, бұл жерде азаматтық соттылығы мен ауданаралық жаңағыдай азаматтық соты бар бізде. Оған, пожалуйста, сіздің құқықтарыңыз бар беруге. Сол себеппен бұл жерге соттылығы мәселе болып тұр. Бұл жерде жауапкершілік біреу алады, алмайды емес. Сотқа түсе ма? Сот деген осы жаңағыдай өзі әкімшілік рәсім процессуалдық кодексте көзделгендей өзі соттылығымен қаралады істер. Не от того, что жаңағыдай кім бұны қарайды, қайқа барам деген сияқты. Мен сізге түсіндіріп жатырмын Қазақстанда. Сіздің жаңағыдай егер талабыңызды дұрыстап жазсаңыз, мысалы үшін, егер де айтып жатқан жаңағыдай азаматтық қарым-қатынас болып тұр ғой бұл жерде, пожалуйста, деген азаматтық соттылығымен беруге құқықтарыңыз бар, мысалы. Это ваше право берсеңіз болады, мысалы үшін. Қазақстанда сіз қазір әкімшілік соттылығымен беріп отырсыздар. Әкімшілік соттылығы мен жаңағы сізге түсіндіріп жатырмын. Әкімшілік процессуалдық кодекспен жаңағыдай нормалармен көзделгендей істер қаралады бұл жерде. Ол басқа жаңағыдай направление болып тұр ғой, былайша орысша айтқанда. Сол себеппен мен сізге қазір талап жауапкерді қазір естідіңіз, сіз өзіңіз айттыңыз қазір. Бұл жаңағыдай қоғамдық осы жерде ұйым, комиссия. Бұл жерде 4-ші бапта бұл жерде көзделген қандай жауапкер жаңағыдай қандай жауапкерлерге қатысты, қандай іс-әрекеттерге қатысты істер қаралатын жөнінде. Сізге түсінікті ма, талап қоюшы? Мен толықтырып өтейінші, құрметті сотынан қараңызшы, мысалы түрмелерге кез келген адам кіре алмайды. Өзіңіз білесе, соттың бақылауы бар, прокурорлық қадағалауы бар. Одан кейін жаңағы облыс немесе қаланың әкімі ғана кедергісіз кіре алатын тұлғалардың, лауазымды адамдардың тізімдері бар да. Біздің қылмыстық атқару кодексінің қай заң екенін қазір есіме түспей тұр. Мына кітабым қасымда жоқ екен. Ана компьютерден қарап отырмын. Сол жерде парламенттің депутаттары кіре алады, түрмелерге кедергісіз. Қаланың немесе облыстың әкімі кіре алады. Судьялар бақылау жасай алады, соттың бақылауы бар, прокурорлық қадағалауы бар. Одан кейін ведомстволық куистің өзінің бақылауы бар. Яғни халықтың атынан демократиялық принциптерге сәйкес қоғамдық байқау комиссиясының мүшелері кіре алады. Яғни бұл қоғамдық байқау комиссиясының мүшелері кездейсоқ көшеде жүрген бір адамдар емес. Яғни бұлардың мәртебесі сіздердің мәртебелеріңізбен бірдей теңестірілген. Яғни бұлар түрмелерге кіре алады, мен кіре алмаймын мысалы барып. Көшеде кез келген біреу кіре алмайды түрмеге, түрме жабық мекемеге кіріп отқандықтан бұлардың лауазымын сол өте жоғары деңгейде қарастырған жөн болады да, негізінде мен сол жағынан келіп отырмын. Өйткені мына біздің білесіздер Еуро комиссияның жаңағы Еуроодақ, Еурокомиссия Альфред резолюция қабылдады. Бұл жаңағы Қазақстан деген жаңағы түрмелердегі құқықтары сақталмайды, адамдардың құқықтары қорғалмайды деп. Мен сол бойынша біздің осы жақсы заңдарымыздың бір осы көрінісі осы. Біздің өте жаңағы халықтық бақылауға беріп отыр, мысалы біздің мемлекет осы заңды 33-ші бапта қылмыстық атқару кодексінің. Енді сол заңға сәйкес құрылған қоғамдық байқау комиссиясының мүшелері, оның жетекшісі
өзін бір көшеде жүрген біреу сияқты жеке тұлға ретінде көрсету ол қаншалықты ол заңды, ол өзіңіз ойлап қараңызшы. Кез келген адам түрмеге кіре алмайды ғой, мысалы. А бұл кісілер бір күн бұрын ескерту жасайды да кіре алады, мысалы. Түрмедегілермен сөйлесе алады, олардың санитарлық, гигиеналық жағдайы, ішіп жемі, жататын орны, қанша қаражат бөлініп отыр деген сияқты мысалы мәселелердің бәріне араласа алады, халықтың атынан араласа алады. Былайша айтқанда, Түркістан және Шымкент қаласы бойынша мен қылмыстық атқару жүйесі департаментіне хат жаздым. Әр облыста немесе республикалық маңызы бар қалада бір қоғамдық комиссия құрылу керек. Сіздер Түркістан облысы бойынша бір бізге мүмкіндік беріңіздер, біз құрайық онда, бұл кісілер жұмыс жасай берсін деп. Бірақ оғанда олар жаңағы біреу жетеді деген сыңайда жауап беріп отыр. Яғни бұл жерде ашықтық, жариялық деген нәрсе мүлде жоқ. Заң үстемдік тұрмай жатыр бұл жерде. Талап қойшы, мен сізді естідім, бірақ мен сізге тағы қайталаймын. Бұл жерде сот деген қазір біріншіден сіз айтып отырсыз қайта бақылау құқығы бар. Біріншіден сот деген егер оқысаңыз конституцияға сәйкес бұл жерде дау қарайтын жаңағыдай дау қаралатын бұл жерде дау қаралады. Бақылауға, пожалуйста, жаңағыдай оның өкілетті өзінің органдары бар. Заңда сіз оқып жатыр екенсіз ғой, заңда көзделген өзінің өкілетті органдары бар. Хорошо, олардың жаңағыдай заңдылығы жағдай мәселе қарайтын бақылау жағында қарайтын болсаңыз, ол определенный өз жаңағыдай құқықтық органдар бар, оған прокуратура органдары бар. Осы айтып жатқан бүкіл мәселеңіз айтып жатқан бәрі оған қатысты өкілетті органдар бар. Сотта сіз тек қана жаңағыдай дау айтатын болса, дау мәселесін жаңағыдай қаралады. Дау айтып отырмын енді. Естіп жатсыз ба бізді? Талап қою арызының шеңберінде жаңағы естіп отырмын, естіліп тұр. Сіз бізді естіп жатсыз ба? Жоқ, көрінбей қалдыңыз ғой. Естіліп тұр, естіліп тұр. Талап қойшы. Естіліп тұрмын сізді. Естіліп тұр. Қалап беру сұрап жатсыз сонда сіз, талап қойшы? Мынау талап қою арызы шеңберінде. Талап қойшы, естімей қалдыңыз. Талап қою шеңберінде. Енді қайталап жүріңізші. Яғни сіз қазір талап арызыңызды осы талап шеңберінде қарап беру сұрап жатсыз ғой, дұрыс па? Мен сізді дұрыс түсіндім ғой. Жасаған хаттаманы заңсыз деп санаймыз біз. Өйткені жаңағы біздің ұсынған адамдарымызды негізсіз бас тартып отыр да. Өйткені оларда 7 адамға дейін құрылған болса, 6 адам құрылған қоғамдық комиссия мүшелігінде. Енді біз 3 адамға дейін енді ұсына аламыз ғой, бос тұрған лауазымға, бос тұрған вакансияға. Сол кісілер негізсіз бас тартып отыр бізден. Түсінікті. Бойынша енді талап қою шеңберінде. Яғни осы сотта қарауы жатады деп жатсыз ғой, дұрыс па? Осы соттың түсінікті. Так, жауапкер, сіздің пікіріңіз бойынша. Қазір сот бүгін мәселе болады қазір, қарау жөнінде қазір. Сот қазір түсініп берген талап қоюшыға. Қай жаңағыдай жариялық құқықтық іс-әрекеттерге қатысты жаңағыдай бұл Бұл туралы біз 13 ақпан күні 25 жылы келіп түскен сотқа дейінгі реттеу хатында 17 ақпан күні жазып жүргенбіз. Бұл кісінің ешқандай құқықтары қорғалып тұрған жоқ. Ешқандай құқықтары қозғалып тұрған жоқ. Яғни Кулбаев Ерғали дұрыс емес талап қоюшы болып шығып тұр ғой бұл жерде. Екіншіден, мысал үшін заңға сәйкес қоғамдық байқау комиссияның азаматтардың немесе қоғамдық бірлестіктердің бастамасы бойынша құрылады. Бірақ ұсынылған кандидаттар өз құрамына қосуға міндетті емес заң бойынша. Сонымен қатар комиссия алқалы жұмыс істейді. Шешімдерді тек төраға емес, көпшілік дауыспен қабылдайды. Ал бұл тұста өзінің арызында Кулбаев мырза мені осы шешімнің авторы ретінде қарастырып отыр. Қоғамдық байқау комиссиясы төрағасының лауазымды тұлға болып табылмайды. Одан да қызықтысы, негізі басында
КБК төрағасы ретінде мен ұсынылған кандидаттарды қолдау деп дауыс бергенмін негізі өзімде ше. Бірақ та көпшілік дауыс осы жаңа мүшелерді қабылдауға бас тартты. Содан кейін талапкер уәждерінде Қазақстан Республикасының әкімшілік реттеу процессуалдық кодексінің 133 және де 134 баптарына сілтеме жасап отыр. Бірақ та 3-ші баптың 1-ші бөлігіне мәніне терең үңілмеген сияқты. Ол жерде осы кодекс мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін жүзеге асыруға байланысты қатынастарды, сондай-ақ әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін реттейді. Ал біз ешқандай бұндай категорияға жатпағандықтан, осылайша оның берген талабы арызы әкімшілік іс жүргізу тәртібімен қаралмайтынын, Құлбаев Ерғалидың әкімшілік талап арызын қанағаттандырудан толығымен бас тартуыңызды сұраймыз. Талап қойшы, сіз басқа жақта қосатыным бар, әрине, ол қоғамдық комиссияның несі жаңағы, жалғастыра берейін ба? Қоғамдық комиссияның нөмір 1-ші хаттамасы заңсыз деп санаймыз, талап арыздың шеңберінде көрсеткендегідей. Себебі ешқандай уәжді, дәлелді келтірмеген. Яғни Құран кітапта қалай жазылды, солай болу керек деген тиіс деген сияқты мәселені айтқан. Яғни біз құқықтық мемлекетпіз. Сотқа шағым беруге құқықтарыңыз бар екен жөнінде сот сізге түсіндіреді. Түсінікті ма? Сізге талап қойшы сұрақ бар ма осы ұйғарым бойынша? Ұйғарымда осы айтылған мән-жайлардың бәрін ұйғарымға кіргізе алсаңыз, біз әрине енді ол егер де сіздердің қарауларыңызға жатпаса, тиісті соттың қарауына қайтадан береміз. Бірақ ұйғарымда бәрін осы келтіріңіздер да. Мен қазір сізге түсініп жатқан мәселе ол ұйғарым нақты сот бұндай шешімге жаңағыдай келген жөнінде. Түсінікті ғой сізге? Так, жауапкер, сізде сұрақ жоқ па? Сізде сұрақ жоқ та? Осы отырысы жауапты жерден.